Сонан соң ораза не нәрселер болады, не нәрселер болмайды деген сұрақтар көп келеді. Ол туралы әлі де тоқталамыз. Біріншіден, түкірік жұтуға болады, дем алып, дем шығаруға болады, ұйықтауға болады, жүріп тұруға болады, жұмыс істеуге болады, сабақ оқуға болады, кітап оқуға болады. Көп амалдар болады. Душқа түсуге болады, суға шомылуға болады. Бірақ абайлау керек. Құлақтан, мұрыннан, ауыздан су кетпесін қадағалау керек. Одан бөлек парлы жаңағыдегі көп булы баняға түскен жақсы көрмейді. Біріншіден ол әлді құртады, қатты әлсіреп қаласыз. Екіншіден сол енді ол бу ғой, енді әйтсе де бу жиналып су болмай ма? Содан кейін адам қатты шөлдемей ме? Сол үшін суға, құлақ мұрнынан су кіріп кету ықтималына, әлсіздіктің ықтималына барғандықтан буы бар баняларға түскен жақсы деп саналмайды. Сонан соңғы нәрселер, ораза уақытында бір нәрсені, арнайы тағамы бар нәрселердің дәмі бар нәрсені дәмін көру макрух болып саналады. Сағыз шайнау макрух. Месуақтан басқа нәрсені ауызға тығып тіс тазалауда жақсы санамаған ғалымдарымыз. Сол үшін кейбіреулер месуақтың дәмі бар тіс пасталарын пайдаланып жатады, әйтсе де оған талас бар. Сонан соң дәрі-дәрмекке келетін болсақ, ғалымдарымызда тағы да талас бар. Заманауи ғалымдарда укол салдырғанға болады, егер ол тамақ болмайтын укол болса деген сөздер бар. Өйткені адамның ішіне тікелей кірмейді, ол бірден бұлшықетке барады, және ол уколдардың ішінде мысалы қарапайым сіздің бір ауруыңызды басатын, немесе сіз өзіңіз күнделікті салдырып жүрген уколдарыңыз болса болады. Тамақ болатындай дәреже болмаса болды. Мысалы глюкоза деген укол жақсы емес. Ол салуға ораза адамның аузы ашылып кететін ықтималы көп. Одан бөлек арнайы түтін иіскеуге келетін болсақ, сіз егер енді сондай бір түтінді жұмыста тұрсаңыз, ол еріксіз мұрныңызға кіретін болса, немесе көлікте жұмыс істеп, көліктің түтіні, тамақтың буы мұрныңызға кірсе, еш нәрсе қылмайды. Бірақ арнайы иіскеу, соныменен айналысу жақсы емес. Сол үшін ораза кезінде шылым сияқты дүниелермен айналысу оразаны бұзады. Одан бөлек ораза кезінде көп ұйықтау жақсы емес. Одан бөлек ораза кезінде барынша кәдімгі күнделікті тіршілігіңізге ұқсас тіршілік жасай бергеніңіз дұрысырақ болады. Сонан соң тағы бір кеңесім, енді адал нәрседен тыйылғаннан кейін арам нәрседен барынша тыйыласыз ғой. Сондықтан тіліңізді ғайбат сөзден, өтірік сөзден, өсек сөзден, көз құлағыңызды да сондай жаман нәрселерден тыйғаныңыз абзалырақ болады. Не нәрсе болады ораза кезінде? Ораза кезінде көп зікір еткен жақсырақ болады. Ораза кезінде Құдайды көп еске түсірген, өте керемет, пайдалы, мына дүниеңізге де, арғы дүниеңізге пайдалы кітап оқығаныңыз нұр үстіне нұр. Өйткені түс уақытында тамақтанбайсыз, уақытыңыздың өте көптігін байқай бастайсыз. Тағы бір нәрсе, ораза кезінде тарапы намазы. Тарапы намазын, құрметті жақсылар, оқысаңыз нұр үстіне нұр болады. Ал енді оқуға шамаңыз жетпей жататындай жағдай болса, оны қаза қылу міндет емес. Дегенменен өз үйіңізде қазір көп жерлерде оқи бересіз, мешіттер жабық болған жағдайлар болса. Ал егер мешіттер ашық болып рұқсат етіліп жатса, нұр үстіне нұр болады. Үйде де бір-екі ағайын туыспен өздеріңіз жақын жерлермен де үй шарайттарында қосылып оқысаңыз өз еріктеріңіз. Бірақ сақтық шараларын сақтағандарыңыз абзал болады. Құрметті жақсылар, ораза кезінде не нәрсе оразаны нақты бұзады? Біріншіден су ішіп, су тамақ ішіп жеу. Немесе адамның ішіне сондай бір нәрсені жұту, бүтін бір сондай заттарды жұту, ауыз тола құсу. Одан бөлек жыныстық қатынастар және соған ұқсас адамның ләззатпенен денесінен шахуаттың бөлініп шығуы оразаны бұзады. Және осылар нақты бұзғандықтан осы нәрселерге әдейі барған адам қаза емес, қазаның жанында кафараты да болады. Кафарат дегеніміз 60 күн жанына тұтып береді, әдейі бұзған адам. Білместікпенен бұзылып қалған адам болса, ондай кісілер күнге күн тұтады. Сонан соң білмей тамақ жеп қою, білмей су ішіп қою, күнделікті әдетінше бір жерлерге отырып қалған кезінде су іше салу оразаны бұзбайды. Бірақ білген кезде дереу тоқтату міндет.
Тамақ істеп жатқан адамдарға тамағының дәмін көруге болады. Бірақ жұтып ары қарай кетіп қалмастан, лажы барынша дәмді көре салысыменен түкіріп тастаған дұрысырақ. Балаға тамақ шайнап беретін кісілерге келетін болсақ, егер бала соған мұқтаж болса, шайнап беріңіз. Мұқтаж болмаса, ол макрух болады. Сонан соң тағы бір нәрсе, әтір себуге болады ораза кезінде. Бірақ тамақтың иісі бар әтірлерді сепкен жақсы емес. Сонан соң әтірді мүлде сеппей, адамның өзінің оразасының иісі шығып тұрғаны да дұрысырақ. Мисуақ пайдаланған таңнан түске дейін дұрысырақ, түстен кейін мисуақ пайдаланғанды ғалымдарымыз жақсы көрмеген екен. Ораза кісінің аузынан шыққан иіс Алла үшін ұнамды болған үшін, одан сіз қиналмаңыз, қашпаңыз. Оразашы адамға балағаттауға, жаман сөз айтуға, қатты ашулануға болмайды. Сіз сондай жағдайға түсіп қалсаңыз, жанжалы бар. Мен ораза тұтушы едім деп, сол жерге ескертіп, бұрылуыңыз пайғамбарымыздың міндеті, сіз бен бізге айтқан өсиеті. Соны ұмытпаңыз.